Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айжан Кәрібай, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пайдалы бір видео, лайфхак, DIY жасағым келіп отыр, яғни өзіміздің қолымызбен қалай кофе скрабын жасауға болады. Кофе скрабы дегеніміз не үшін керек, оны мен өзім қалай қолданамын. Жалпы кофені мен бұрында кәдімгідей мынандай дайын күйінде осындай упаковкада сатып алып жүретінмін. Барлық жерде өте танымал болып кеткен кофе скрабтары бар шығар, білесіздер. Бірақ оның құрамын қарасам, өте қарапайым, яғни кез келген адам өзі жасай алатынына көзім жетіп, содан бері мен өзім жасап жүремін. Кофе біздің денемізді өте жақсы жұмсартады. Жаңағыдай растяжка, егер де жиі кәдімгідей периодично қолданатын болсаңыздар, біздің денеміз кәдімгідей балғын қылып, денеміздің кожасын өте әдемі қылатын керемет нәрсе кофе деген. Скрабировать етеді. Енді интернеттен өте көп пайдалы қасиеттерін тауып көре аласыздар. Мен сіздерге бүгін оны қалай үй жағдайында жасау керегін көрсетемін. Ең біріншіден әрине бізге кофенің өзі керек. Кофені біз қалай аламыз, магазиннен аламыз ба, қандай түрін қолданамыз жалпы скраб үшін дейтін болсаңыздар. Кез келген кофе машинада өздеріңіз кофе жасап ішетін болсаңыздар, жалпы молотый кофе дейміз, сол кофенің қалдығы, яғни бізге кофенің өзі керек емес, жаңағыдай зерна ретінде ол неше түрлі болады. Біреулер магазиннен кәдімгі быстро растворимый кофе алып жүреді, оның барлығы керек емес, ол дұрыс емес. Жалпы ең жақсы түрі ол кофе машинаның қалған қалдығы, яғни кофенің қалған үгіндісі. Сол нәрсе ең жақсы пайдалы нәрсе. Оны біз ішпейміз, мусорға тастайтын нәрсе, оны мусорға тастағаннан гөрі денеге жаққан өте пайдалы. Мен жалпы қалай жасаймын? Менде өзімде үйде кофе машина жоқ, мен кофені күн сайын ішемін деп айта алмаймын, бірақ кез келген кофейняға барып, біз мысалы кеше Starbucks'та болдық, Мегадағы. Барып біз сол жердегі адамдардан сұраймыз. Яғни ода тұрған ештеңе жоқ, ұялмай барып сұрасаңыздар болады. Сіздерде жаңағыдай кофенің қалдықтары оларда қалады, үлкен мешок болып қалады. Содан бізге бір кішкене ғана пакетке салып бере аласыздар ма деген сияқты. Немесе мүмкін үйіңіздің жанындағы бір кофейня бар шығар. Немесе әдетте офистерде, егер де офисте жұмыс істейтін болсаңыз, үлкен кофе машиналар тұрады, соның да бөлігінде бір резервуар сияқты бөлігі болады. Сол жерге кәдімгідей мынандай кофенің қалдықтары қалады. Соны өзіңіз осылай пакетке салып, алып келсеңіз болады. Яғни осы бар, былайша айтқанда біздің основной ингредиентіміз, негізгі бөлігі осы. Ал қалғаны, мысалы мен бүгін сіздерге қант қосып көрсетемін. Қант, тұз қосса болады ол жерге, кішкене кофені одан да қаттырақ жұмыс ету үшін. Одан кейін лимон сығындысын қоссақ болады. Егер де бір майларыңыз болса, эфирный майларыңыз, немесе өзіңіздің жақсы көретін бір майыңыз болса, иісі әдемі, сол майды қоссаңыз болады. Ол өте жаңағыдай жұмсақ, әдемі жағылатын болып шығады. Корица, неше түрлі специя өзіңізге ұнайтын, жалпы эксперимент жасауға болады солай. Тіпті ешқандай да ингредиент қоспасаңызда, жай ғана кофенің өзін жалпы жиі қолданып жүретін болсаңыз, ол кәдімгідей сіздің денеңіздің терісін жақсартады. Денеңіздің терісі өте жұмсақ, жаңағыдай растяжка, целлюлит дегендерден ақырын сіздер арыла бастайсыздар. Және де кофенің бір ерекшелігі, егер де сіз оны тіпті өте жиі жасайтын болсаңыз, енді күн ара жасап тұрсаңыз, онда сізге легкий жаңағыдай бір загар эффектісін береді. Егер де ол сізге керек болса, әрине жиі қолдансаңыз болады. Керек болмаса, аптасына 1 рет, 2 рет қолдансаңыз, жаңа душқа түскен кезде қолданғаныңыз жақсы. Мынандай пакетте негізі барлық кофені сақтаған, ол ұзаққа тұрмайды, ұзақ мерзім шыдамауы мүмкін. Сол себепті кішкенеден бұлай пакетке құйып алып, солай дайын скраб жасасаңыздар жақсы болады. Сақтау жағынан абайлаңыздар, өйткені ол кәдімгідей көгеріп кетуі мүмкін кофе. Холодильникте немесе бір құрғақ жерде сақтағандарыңыз дұрыс. Мынандай пакеттің жақсы жері ол жаңағыдай ваннада тұрған кезде өте жақсы сақталады. Герметичный, яғни пакет. Енді қант қосамыз. Ішін араластырамыз. Так, кішкене қоссақ болады.
Приятненький. Кішкене иісін кетіру үшін мен лимонды кішкене сығындысын қосқым келіп тұр. Мына кішкентай лимонның өзінің толығымен. Бұны да былай араластырып жібереміз. Скраб бірден өте сулы болды, қатты құрғақ емес. Мен көріп тұрғандарыңыздай, кішкене жаңағыдай консистенциясы өте қою, денеге жаққанда бұл өте әдемі жағылатын болады. Осындай скрабымыз дайын болып шықты. Кофе скрабын мен қалай қолданамын? Бұрындар болады, моншаға барғанда спа-дей жасап, мен тіпті бір видеоларда көрсеткенмін. Спа-дей деген видеомда айтқан болатынмын сондай скрабтар туралы. Бірақ күнделікті өмірде, оның үстіне қазір карантинде көптеген моншалар жабық болуы мүмкін. Жалпы жай ғана душқа түскен кезде, бірінші тазалану бітіргеннен кейін, кішкене қаттырақ суды қосып, яғни денемізді распаривание жасаймыз, душтың ішінде кішкене денемізді жұмсартып аламыз. Одан кейін барып осы скрабты қолданамыз. Яғни жалпы барлық жерімізге жағып шығамыз. Кішкене 5-10 минуттай уақытыңыз болса күтесіз. Уақытыңыз болмай бара жатса, бірден оны шайып тастап, жуып тастап, ары қарай өзіңіздің гель для душаңызды қолданып, сондай манипуляция жасай берсеңіздер болады. Бір айта кетерлік, кофенің бірақ одан кейін кішкене иісі қалуы мүмкін. Егер де сізге кофенің иісі ұнамаса, онда өзіңіздің бір сүйікті креміңізді жағып алыңыз душтан кейін, немесе скрабтың ішіне жаңағыдай эфирный бір майлар қосып, мысалға мына скрабтың ішінде дайын болған магазиннің ішінде кокосовая стружка қосылған. Ол кокостың стружкасы сол кофенің дәмін, иісін тез алып тастайды. Сол себепті кокосовый стружка кәдімгі біз тортқа қосатын соларды жанына қоссаңыз болады. Егер де бұл видео ұнаса, лайк қойды ұмытпаңыздар, арнама жазылыңыздар. Сіздермен болған мен Айжан.